Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Жаңа жылдарыңызбен. Біз жаңа жылда сіздерге қызықты жаңалықтармен қайта оралдық. Сіздер де жақсы демалып, біздің дайджестерімізді асыға күтті деп ойлаймыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және айта кететін маңызды жайт, біздің Сайбер алаң командасы үлкейіп жатыр. Соған қатысты видеоның соңында сіздерге айтарымыз бар. Оған қоса біз өткен жылы жариялаған конкурстың нәтижесінде осы шығарылымда бөлісеміз. Соңына дейін көріңіздер. Өткен жылы Қазақстанның спорт турнирлеріне қанша адам қатысты? Қазақстан Cyber Sport Federation'ның 2023 жылғы қорытындыларына тоқталсақ, биыл Қазақстанда 6 турнирде 5 мыңға жуық ойыншы қатысқан, ал жалпы жүлде қоры шамамен 15 миллион теңге. Қазақстандықтар тіпті Ханчжоуда Азия ойындарында 1-7 дисциплина бойынша ойын көрсетті. Онымен қоса біздің ойыншылар Румынияға барып ISF турниріне қатысты. Сондай-ақ жылдың ең маңызды оқиғаларының бірі Tencent PUBG Mobile бойынша Қазақстанға жаңа серверлерді іске қосты. Pinger Pro'дан тағы бір турнир. Олар жылдың басында PUBG Mobile бойынша Теле2 5G Cyber Games турнирін өткіземіз деп отыр. Battle Royale әуесқойлары үшін бұл керемет мүмкіндік болмақ. Турнирдің форматы және жүлде қоры туралы қосымша мәліметтер жақын арада шығады. Турнирге еліміздің ең мықты ойыншыларын шақырамыз. Адриан Ишал ТВ-дің марапаттау рәсімінің жүргізушісі болады. Ивент 13 қаңтарда Белградта өтеді деп жоспарланған. Онда Ишал ТВ өткен жылдың қорытындысын жариялап, 2023 MVP-ін марапаттайды. Адриан салтанатты рәсімде жылдың үздік энтри-фрагері номинациясы бойынша жеңімпазды жариялайтын болады. Дәурен көптеген беделді команданың, соның ішінде Virtus.pro, Astana Dragons, Hellraisers, Gambit Gaming және тағы да басқа командалардың бұрынғы мүшесі. Сонымен бірге ол қазақстандық киберспорт тарихындағы ең танымал ойыншылардың бірі. Хоббит Cloud9-нан кете ме? Insider Overdrive CS2 кәсіби ойыншысы Хоббит Cloud9-нан кеткен жағдайда мансабын қалай жалғастыратын туралы өз пікірін айтты. Overdrive телеграмдағы жазбасында, егер Parivision'дегі Даниэл жақсы нәтиже көрсетпесе, оның орнына Хоббитті алуы мүмкін дейді. Insider бұған дейін Parivision Cloud9-нан Хоббит пен Широн сатып алғысы келгенін айтқан, бірақ болжам орындалмады. Қазіргі уақытта Хоббит Cloud9 командасының негізгі құрамында. Cloud9 капитаны Бумыш өзінің Нави командасындағы бұрынғы тиммейттері Electronic және Perfectoмен қайтадан бір командада табысқан туралы ойын айтты. Бастығы порталына берген сұхбатында ол ұжымда жағымды атмосфера мен бұрынғы достықтың қалпына келгенін айтады. Бумыч тіпті біз Нави химиясын сезгендейміз дейді. Сонымен қатар Бумыч үшін Exile мен Хоббит оның жаңа тиммейттері болса да, командада әрдайым жағымды атмосфера, әрі олар тез достасып кеткенге ұқсайды. Читерлер енді іріктеу ойындарында. Forward Gaming командасының ойыншысы Моук CS2-ның техникалық жағдайына шағымданып, BGL-дің іріктеу кезеңінде Қазақстанның Европалық аймақта тұрғанына наразылығын білдірді. Оның айтуынша ойындарда античит жоқ. Смок арқылы қарсыласты көріп, радарды оп-оңай қосуға болады екен. Стример және контент-мейкер Лубаницада өз Twitter парақшасында мейджорге ашық іріктеу ойындарында античит болмайтын туралы жазған. Ол сондай-ақ кейбір командалар тіпті смок пен флеш эксплойттарын қолдануы мүмкін дейді. Simple-дің де ұйымдастырушыларға айтары бар. Ол әкімшіліктерге осындай жарыстар аясында техникалық мәселелерді жедел шешуді сұрады. Естеріңізге сала кетейік, мейджор 2024 жылдың 17-31 наурыз аралығында Данияда өтеді деп жоспарланған, ал RMR 14 ақпан мен 4 наурыз аралығында өтеді. Extreme Gaming-тің керия өздеріңіз білетін Ами бір тәулікте 30-ға жуық матч ойнап, Дотаға айтарлықтай белсенді боп оралды. Ол 17 рет жеңіліп, 11 рет жеңіп, дәл қазір жанкүйерлердің назарында тұр. Ол 2023 жылдың желтоқсанында 8 күнде 116 матч өткізіп, оның 50%-ын жеңген еді. Ал қазіргі ақпаратқа сүйенсек, оның жеңістерінің пайызы 43,9-ға дейін төмендеген.
бір жыл бойы инактивта болған Ами өз мансабын 2023 жылдың соңында Extreme Gaming командасының керри ретінде жалғастырды. Құрам жиналғанына бір ай болмай тарап кетті. Тундра eSports ұйымы Dota 2 бойынша құрамның тарап кеткенін жариялады. Қазіргі уақытта ростерде тек Whiteman бар. Тимадо, Брайл, Касане, Immersion және команда жаттықтырушысы Мунминдер командадан шығып кетті. Ростер тек 10 желтоқсанда ғана құрылған еді. Кейінірек Тундра eSports Топсон мен Might Control атты ойыншылар бар жаңа құрамды таныстырды. Олар Nine Class пен Whitemanға қосылды. Ал қауесеттерге сенсек, Pure бұл командада керри рөлінде ойнайды. Жақында Dream League 22 маусымы басталады. Ашық іріктеу кезеңі 9-12 қаңтарда, ал жабық іріктеу 13-17 қаңтар аралығында өтеді. 1 миллион жүлде қоры бар ең басты ивент биыл 25 ақпаннан 10 наурызға дейін болады деп жоспарланған. Турнирге 16 команда қатысады. Олар EPT көшбасшылар тізімінің алғашқы төрттігімен аймақтық іріктеуден өткен 12 команда. Жарыс Best of 2 форматындағы матчтардан тұратын топтық кезеңдерден тұрады. Плей-офф форматы Double Elimination болса, ал үлкен финал Best of 5 форматында өтеді. Үшінші Бэтбумдача турнирінің іріктеу ойындарына тоқтала кетейік. Бұл Фишур мен Бэтбум eSports Дубай қаласында LAN форматында ұйымдастырған үлкен турнир. 12 команда $1 миллион жүлде қоры үшін таласты. Олардың жетеуі арнайы шақыру алса, ал қалған бесеуі аймақтық іріктеу кезеңінен өтті. Шығыс Европа үшін жабық іріктеу ойындары 7-10 қаңтар аралығында, ал Азия мен Қытай үшін де осы аралықта онлайн болды. Петушара, G2, IG және Team Asti сияқты командалар іріктеуден өтпей қалды. Тағы да командалық өзгерістер. Parivision ұйымы CS2 құрамындағы өзгерістер туралы жариялады. Командаға 3 жаңа ойыншы қосылды. Олар Артфрос, Кекерт және Патси. Олар енді Данил және капитан Джерри мен бір командада. Жаңартылған құрам алғаш рет 8 қаңтарда басталған мейджор ашық Европалық іріктеу ойындарында бақ сынасты. Сонымен қатар Blade eSports командасы да Counter-Strike 2 бойынша өз командасын толықтай жинады. Команданың 5-ші ойыншысы бұрын Into the Breach командасында ойнаған Cypher. Бұған дейін Blade eSports құрамына Бигтің бұрынғы ойыншысы Faven мен Evil Genius'тен серік қосылған еді. Широ Cloud9-нан не себепті кетті? Team Spirit мергені Широ Cloud9-нан не үшін кеткенінің себебін айтты. Оның айтуынша, ол жаңа тәжірибе алу және бір орында тұрып қалмау үшін осындай шешім қабылдаған. Широ өзінің бұрынғы тиммейттерімен қарым-қатынасы жақсы болғанын және кетуге команда ішіндегі түсініспеушіліктер себеп болмағанын атап өтті. Сондай-ақ ол Team Spiritте өзінің тиммейттері Донг және Чоппермен бірге алға қарай дамы береміз дейді. Ол алдағы уақытта ойнағысы келетін командалардың қатарына Fnatic мен Virtus.pro командаларын қосса да, қазіргі уақытта ол Team Spirit'тің ойыншысы. Енді сіз 16-ға толмасаңыз да атақты киберспортшы атана аласыз. Counter-Strike 2 жанкүйерлері Valve ресми турнирлеріне қатысу ережелеріндегі өзгерістерді байқап қалды. Биылғы мейджордан бастап 14 жастан асқан ойыншылар турнирге қатысу мүмкіндігіне ие. Бұрын ойыншылар 16 жастан асқан болу керек. Алайда өзгерістің себептері әлі белгісіз және компания өкілдері түсініктеме беруден бас тартып отыр. Нави 2-1 Костылевтен айырылды. Симплдың ағасы да Нави ұйымынан кетті. Алексей 7 жыл бойы клубтың контент-мейкері болды. Ресми ақпарат клубтың әлеуметтік желілерінде алынды. Бірге жасаған көптеген керемет видеолар мен жобалардан кейін біз Алексей Костылевпен қоштасамыз және оған тек бар жақсылықты тілейміз деп жазыпты клуб өкілдері. Dota 2-де интрига. Қауесеттерге сенсек, Нави негізгі құрамның қатысушысы Арман Малади академия ойыншысына өз орнын беріп, ал өзі командадан кетейін деп жатыр. Инсайдерлер бұл General ойыншысына қатысты емес дейді. Малади Навиге 2023 жылдың ақпанында қосылғанмен команда әлі күнге дейін ірі халықаралық турнирлерге қатыса алмады. Dota 2 құрамның менеджері Жанна жаттығу ойындарында Арманның денсаулығына байланысты оны академия ойыншысы алмастыратын растады.
Жаңа жылдық романтика. CS2 бойынша Нави ойыншысы GL Камиле никнейммен танымал сүйіктісінің жүзігін көрсетті. Ол суреттерді өзінің Twitter парақшасында жариялаған. Естеріңізге сала кетейік, Камиле де CS2 ойыншысы. Оның Twitch арнасына 13 мыңға жуық жазылушы тіркелген. Ал бұл жұп әлеуметтік желілерге бірге түскен суреттерін жиі салып отырады. Спорт әлеміндегі қызықты жаңалықтар. Blast Epic Games пен стратегиялық серіктестігі туралы жариялады. Биылдан бастап олар Fortnite Championship Series және Rocket League Championship Series турнирлерінің негізгі ұйымдастырушылары болады. Сонымен қатар енді Blast екі лиганың да маркетингтік және коммерциялық хабар тарату құқығына ие. Бұған дейін Blast Fortnite бойынша бірнеше сәтті ивенттер өткізген еді. Айта кететін маңызды жайт, біздің Cyberallan командасы үлкейіп жатыр. Жаңа рубрикалар, жаңа бағдарламалар қосылады. Осыған байланысты біз жаңа жүргізуші іздеп жатырмыз. Егер де сіз өзіңізді осыған лайықпын деп есептесеңіз, онда Cyberallanның Instagram парақшасына өзіңіздің видео жолдауыңызды жіберіңіз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ал ендеше өткен жылдың конкурстың нәтижелеріне тоқталсақ. Конкурс нәтижелерін айта кетейік. Өткен жылы біз Kingston Fury компаниясына сыйлықтар салынған сөмке және басты сыйлық қатты дискті ойнатқан едік. Және ойынның шарты 16-шы шығарылымның астына өзіңіздің шетелдерге байланысты оқиғаңызды жазуыңыз керек еді. Ең көп лайк жинаған оқиға жеңімпаз атану керек болған. Міне 16-шы шығарылым өздеріңіз көріп отқандай. Комментарийлерді бір шолып шықсақ. Қатысушылар өздерінің оқиғасын жазған екен, бірақ жеңімпаз атанған адам Максим 4T17. Бірақ бұл кісіге ойынның шарттары ұнамаған екен. Ойынның шартын ұнатпаған кісі осы Kingston Fury компаниясынан сыйлықтар салынған сөмкені ұтып алып отыр. Жалпы 356 лайк жинаған. Сізді құттықтаймыз. Ойынның шарты ұнаған шығар сізге енді. Біз Cyberallan командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтарды шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі шығарылымда кездескенше.